Сәлеметсіздер ме? Ақсу қаласы, Балапан сәбилер бақшасы, музыка жетекшісі Құмарберген Сапаргүл. Педагогтың бір күнгі өмірі. Бүгін сіздер музыкалық ұйымдастырушылық әрекетті менімен бірге тамашалаңыздар. Балаларымызды жетіген аспабының шығу тарихымен, қалай ойналу керек екенін, қалай қолдану керек екенін біз балаларға үнемі көрсетеміз. Музыка жетекшісі музыкалық ұйымдастырушылық әрекетте балалардың жасына сай кіші, ортаңғы, ересек, мектеп алды топтар деп балаларды бөліп, жас ерекшелігіне сай балалармен жұмыс жасаймыз. Балаларды музыкалық ұйымдастырушылық әрекетте балаларды музыканы тыңдауды, әнді орындауды, балалардың бір-бірін тыңдап әнді айтуын, топпен айтуды, әнді және жеке орындауды балалардың ерекше дауысы болатын болса, және балаларды балабақшадан музыкаға тәрбиелеу, балаларды шығармашылыққа тәрбиелеу. Балалар тек қана әнді орындамайды, балалар аспаптармен орындайды, бет қимылдарын жасайды, театрларға қатысады, бос уақытында өздері, түстен кейінгі уақытта балалар бос уақытта өздері қандай шығармашылық дағдыға бейім, біз сол балалардың талантын ашып, ары қарай жалғастырып, балалармен жеке жұмыс жасаймыз. Балаларымыз біздің балабақшада тек қана сабаққа қатысып және бос уақыттарын өткізу емес, біз балаларды республикалық, облыстық, қалалық неше түрлі көптеген балаларды сайыстарға қатыстырамыз.